Сәлем, қайырлы күн достар, қалайсыздар? Біз бүгін үйдеміз, қонаққа ешқайда бармадық. Бүгін атамыз бен әжемізді қонаққа жіберіп, негіз бізде бару керек едік, бірақ папамыз жұмыста болып қалды да, біз бармай қалдық, үйде қалдық. Доча келді. Біз бармай қалдық. Ата мен әжені жібердік еді, Фатиха деген духиді өлтіріп тұрып сеуіп апты, прям ой алла, духиға шомылған адам құсап сасып жүр духи. Сол бізде кеше қала күні ма? Қала күні емес, шахтерлар күніне арнап концерт болды Қарағандыда. Кеше біз тоже барған жоқпыз. Күн суық болып кетті ғой, жаңбыр жауып суытып. Мен ата мен әжемізді жіберіп, ол кісілер тоңдық, адам көп, қаланың ішінде пробка болған. Жете алмай қалған бір шеттен бір шетке. Сонымен сөйтіп, в общем, концерт көрген жоқпыз деп қайтып келді. Сол біз үйде мектепке дайындық басталып жатыр ма, сіздерде қалай? Уқтай! Кәсі келді. Кәусар осындай браслет жасап жатыр, моншақ жасап жатыр. 1 сентябрьға дайындық басталды ма? Басталған жоқ па сіздерде? Біз әлі кітабымызды постаматтан алып кеткен жоқпыз. Кітабым кеше келді деп, постаматқа келді деп сообщение келді, бірақ әлі алған жоқпыз. Бүгін түсте болмаса ертең барып алып кетеміз постаматтан заттарды. Уже дайындалу керек, киім бәрін үтіктеп, рейттеп, кітаптарды сумкаға салатындарын салып, в общем, сондай заттар жасау керек. Біз әлі жүрміз, әлі дайындалған жоқпыз. Білмеймін енді. Бірдеме қылып ертең дайындаймыз. Қайта бізде 1 сентябрь выходной екен. 2 сентябрь барам, бір жалы сабаққа барады екенбіз. Оказывается, сағат 2-де. Дайынсыңдар ма, доча? Иә. Барасыңдар ма? Иә. Бармайсыңдар ма? Бару керек, иә, сабаққа, иә? Сабақты күшті оқу керек. Сол, в общем, солай. Анам дәкәнче жасап істайсың? Жасай ғой, жасай. Мен бүгін фаршированный перец жасайын деп жатырмын. Точнее, жасап жатырмын, пісіріп жатырмын. Дочалар перец жемейді, поэтому оларға отдельно чисто тефтели ғана. И осындай астына гарнирға, подливка осы жасап жатырмын. Жан жақсы осы перец дегенді. Сәлем, бізде уже влогтың келесі күні. Бүгін 1 сентябрь білім күні. Білім күндеріңіз құтты болсын, балаларыңыз жақсы оқысын, білімді болсын. Бізде бірақ бүгін линейка ештеңе болмайды. Себебі 0-10 класс ешқандай линейка ешнәрсе қажет емес деді. Болмайды деді, 1 класстарға ғана. Сондықтан біз киім дайындап отырық ертеңгіге міндетті түрде 2 сентябрь сабаққа. Сағат 2-де сразу сабаққа келеді деді. Оған келгенге сразу форма киіп деді. Потому что бірінші күні кішкене бала білім күні не екенін сезіну үшін формамен келсін деді. Сонымен қазір осы формалар үтіктеп, дайындап, сөйтейін деп жатырмын. Ой, науан шығысына жақта. Ойбай! Не айтып жүрсің? Бұл екеуі сабаққа бүгін барам деп дайындалып жүр. Бачыт боп. Бүгін біз қазір қонаққа барамыз. Қайнағамыздың ұлы 1 сыныпқа бара жатыр. Соған барамыз, е? Ахметке барамыз қазір. 1 сыныпқа бара жатыр. Соған құттықтап шығамыз. Одан кейін тағы Тілашарға шақырды. Оған барамыз. Бір 2-3 үйге қонаққа барамыз міндетті түрде бүгін. Мен ертеңгіге киім дайындап жатырмын. Қазір осыны, рубашкасын үтіктеп, сумкаға дәптер заттарын салып, соның бәрін реттеу керек. Реттеуіміз керек, ертең уже сабақ. Қазір қонақтатып кетеміз, содан бұның бәрі жаймен қалады. Бізде еще погода деген прям, қарасаңыздар, прям жаңбыр жауып, пасмұрны бачыт болып тұр. Жаңбыр көріне ма, көрінбей ма. Сондай, сонымен дайындалып отыр. Неге ойлан қалдыңыз? Кәусар? Фатиха? Кәусар деп болма. Ух ты, мәссаған ал ендеше. Ойбай. Мектепте концерт болса соған өлең айтамын дейді. Мектепте концерт болады, соған өлең айтамын дейді. Менің әнші қызым. Сол, в общем, біз осылай дайындалып отырық. Мына жақта Кәусар деген ханым отыр. Кекілі жоқ. Ой, шашы жоқ, кекілін қып тастаған.
Андай қылып тастаған ғой ше, кішкентай қылып. Уй, бұзаққа. Сол, достар, бізге тіркелмегендеріңіз тіркеліңіздер, лайк басыңыздар, сабақтарыңызды жақсы оқыңыздар, қадамдарыңыз құтты болсын. Кім бірінші сыныпқа, әлі 10-шы сыныпқа бара жатыр, жақсы оқушы болыңыздар. Біз осымен видеомызды аяқтайық. Ойна, әнші қыздың әні бітпеді ғой. Пока десейші хотя бы. Пока. Сосын айта бер, ал, қазір.